Құрметті әріптестер, өздеріңіз білесіздер, біздің қазақта 150-ге жуық ұлттық ойындарымыз бар, иә? Ойнатқалы отырған ойынымыз сақина салу ойыны. Қазір менің қолымда мына сақина тұр. Көрдіңіздер ғой? Өте нәзік сақина, өйткені біз бұны жасырғанда алақанның ішіне жасырамыз. Сақина кімге салынғанын көздеріңізбенен бақылап, қадағалап қарап отырасыздар. Және бәріңізге салып болып шыққаннан кейін мен сұрайым, сақина кімде деп. Сол кезде бір-бірімізді шатастыру үшін біз не істейміз? Сақина менде деп бір-бірімізді алдаймыз. Ал енді мен содан кейін сақинам тұр, ортаға шық деген кезде қолында сақина салынған кісі ортаға жүгіріп шығу керек. Қасында отырған көршісі сол кісіні ортаға шығарып үлгіртпей ұстап алу керек. Егер ұстай алмай қалса, ол кісі айып төлейді. Ал егер сақинасы бар кісі ұсталып қалса, айыпты сол кісі төлейді. Келістік пе, түсіндік қой? Сақина кімде? Жарайды онда. Сақинам тұр, ортаға шық. Енді айданамыз айыбын төлейді, солай ғой? Басында қамажайдың бір талығы айрылып, қамажайдан болдым күлкі, Ал енді біздің ептілік танытқан Ақботамыз ойынды жалғастырады. Сақина сізде. Ал ендеше сақинам ортаға шықсын. Екеуіңде дұрыс емессіңдер, айырып қалыңдар, екеуің бірге айтасыңдар, тұрыңдар. Әлемнің жарығы сыйлаған сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған. Ал енді сақина кімде? Менде. Сақинам бері шықсын. Ал мен ұстай алмай қалған екен, мұнда айыбымды өтейін. Қадыр Мырза Әлидің «Бақыт» деген өлеңінің бір шумағын оқып берейін. Бір құдірет бізді өмірге жолдайды. Біз өмірді түсінбейміз, сол қайғы. Туа сала таудай бақыт күтеміз, ал шынында бақыт үлкен болмайды. Ұмытылып бара жатқан ұлттық ойындарымызды қайта жаңғырту мақсатында осы челленджді отбасы орталығына, облыстық филармонияға және жастар ресурстық орталығына жолдаймыз.